Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мынау менің суда тамырлатқан атроскаларым жайлы айтамын, және қалай тамырлап жатқанын жайлы көрсетемін, және бір екеуі стресске түсіп тұр. Сол стресске түсіп тұрған атроскаларымызға антистресс пайдаланайын деп жатырмын. Соны айтамын, сол жайлы айтамын. Ол мынау қалай пайдаланатын жайлы, мына салафанға антистресс шашып, соны пайдаланамын, сол жайлы айтып өтемін. Қазір бірінші қай гүлім қалай тамырлап жатқан жайлы айтып өтейін. Шетінен мынау малачай. Малачай гүлін өткенде астында видеода тұр. Үлкен гүл шіріп бастап жатқаннан кейін уже атроскасын алып қалып, өзін шіріп кеткеннен кейін тастаған болатын. Мына гүлімен бірге тамырлатқанмын. Гүлі осы бойда шіріпті, ал бірақ өзі тамырлапты. Суда тамырлан, суын көп құймайым, аз ғана стаканның түбінде ғана тұр. Міне байқасаңыздар, тамыры шыққан. Мына камера негізі бере алмай тұр. Міне жіңішке тамыры бар, ақ тамыры бар. Бұл жақсы тамырлаған, суда тамырлаған, қызыл гүл ашатын малачай, сартовой малачай. Бұл сорты ерекше. Ал мынау бальзамин гүлінің өткенде басын кесіп алған болатын, сөйтіп суға салған болатын тамырлатуға. Мынау неге басынан кескенім, мына жақтан қалыңдап өсті, көрдіңіздер, мына басынан кескеннен әйтпесе бір сабақ болып жоғары қарай кетіп қалатын еді. Міне соны стаканға суға салып қойған болатын. Қараңыздар, тамыры зор екен. Енді міне тамырын байқадыңыздар ма, зор екен. Енді неге еге беруге болады? Стаканға. Бірақ стаканға еккенде мен кішірек стаканға егемін, алдыға видеоға түсіремін. Ол жайлы мынандай стаканға егемін. Мысалға мына алып, мынандай үлкен стаканға егіп қоятын болсам, мынау ішіндегі дымқылдықты, үлкен стаканның дымқылдығын игере алмайды. Сондықтан кішірек стаканға егемін. Топырағы бәрін ол жайлы айта кетем. Мынау бірінші тамырлап тұрған гүлімді көрсетіп жатырмын сіздерге бөлісіп. Суда тамырлаттым, ешқандай жаңағы карневин ештеңке пайдаланған жоқпын. Себебі қазір жаңағы күн жылы, жарық жеткілікті кез, жаз айы болғандықтан, негізі мен атроска сатып айланысатын болғандықтан жыл 12 ай тамырлата берем, бірақ мен жаздың күні тамырлатуға совет бермеймін. Негізі күзде, көктемде тамырлатқандарыңыз жақсы. Ол кезде кішкене күн салқын, күн ыстықта, шілдеде шіру проценті көбірек болады. Барлық световодтарда сондай, менде болсын, басқа да болсын, қанша бүйтіп карневин пайдаланып, солай тамырлатып жүргенмен күн ыстықта кішкене қиындау болады гүлдерге. Жаңағы стресске түсіп жатады, жаңағы қалай айтсам болады, шіру қаупі жоғарылақ болып кетеді. Сондықтан жаңағы күзде, әсіресе көктемде тамырлатуға. Мынау зензи гүлінің сабағы сынып қалып, соны сала салған болатын суға. Қараңыздар, мен бірінші картошка байлағанда, одан кейін тамыр жіберген. Зензи гүлінің түбінен қиылып түсіп қалған болатын пересадка кезінде. Кішкентай болса да зензи екені білініп тұр. Мына уже егуге дайын, кішкентай стаканға егуге дайын. Бірақ та бұл картошка байлайды, тамыр жібереді, жоғары қарай стрелка шығарғанша ұзақ уақыт өте. Білесіздер, жаңағы долларды жапырақтан көбейту, жаңағы сабағынан көбейту деген өте ұзақ уақыт алады. Бірінші мынандай майда картошка байлайды. Мына жапырақтарында сала салып едім, картошка байлап жатырмын. Байқасаңыздар, картошкадан кейін мынау жіңішке сабақ шығарады. Бұл доллар гүлі, зензи мен мынау жапырақ доллардікі білініп тұрмын. Қараңыздар, екеуінде разница. Бұны да суда тамырлаттым, ешқандай ештеңке қоспа жасаған жоқпын. Қазіргі уақытта мен қатты былай күн ұзақ, күн жылы болғандықтан ешқандай қатты жаңағы қоспаларды пайдалана бермеймін гүлге. Мынау қыста көбіне пайдаланам.
Мынау аглонема байқасаңыздар, тамырында сабағында жаңа өскін тамыр пайда болған. Мына тамыры өзінен болатын, бірақ ол тамырына мына тамыр қосылды. Мына суда тұр, жылы жерде, жарық жерде тұр. Кейбіреуі жаңағы күн түсетін терезеде, бірақ терезе қараңғыланып тұр. Сәл бір шетінен ғана жарық түседі, ал кейбіреулері фитолампаның астында тұр. Ал енді жаңағы ары қарай айта беретін болсақ, мынау өткенде мен далада пересадка жасап жүрген кезде хризантема бар ғой, шаровидный хризантема дейміз ғой, бүйтіп домалақ болып гүлдеп жатады ғой, күзде гүлдейтін бір қызылы, жасыл, сарысы, солардың менде қызыл түсі болатын. Соны пересадка жасап жатқанда сынып қалған болатын. Бұны өзім сала салдым. Негізі бұрын тамырлатып көрген жоқпын. Негізі суда и топырақта тамырлай береді дейді. Сынып қалғаннан кейін тастауға басым салып қойған болатын. Ал мынау өткенде аптения гүлінің атроскасы кесіп, астында видеода тұр, аптенияны кесіп суға тамырлатуға қойған болатын. Бірақ енді бұл көп күн әлі өте қойған жоқ, сондықтан әлі тамырлаған жоқ. Міне байқасаңыздар, әлі тамырлаған жоқ. Алда тамырлап жатса, бұны да видеоға түсіріп көрсететін боламын. Әр атроскаларын тамырлағанын, еккенімді көрсетіп өтемін. Мынау екеуі, мынау шаровидный хризантема бірінші рет тамырлатып көріп жатырмын. Егерде әр түсінен тамырлайтын болса, көрсетемін оны. Суда тамырлады деп, или топыраққа ек көрсетемін. Негізі мына жерден кішкене сәл тамыр келе жатқан сияқты ма, сондай. Егер тамырлайтын болса, әр түсінен араластырып, осындай стаканға егіп сатсаңыздар, ол да өте жақсы өтеді. Себебі күзде қарай хризантеманы жақсы алады елдер. Так, бұны көрсеттім. Мынау алдындағы суға тамырлатуға эпипремдер кесіп қойған едім ғой. Мына солар ғой. Жасыл жарық жеткілікті болып, енді ақ болып келе жатыр, қараңыздар. Мына жарық жеткіліксіз болса, осындай жасыл түске айналып кетеді де, мына жарық жеткілікті болса, ақ түсті болып шығарады. Ақ түсті әрине әдемі көрінеді, варигатный. Мына қараңыздар. Жарық жерге орналастырсаңыздар, осындай әдемі болып тұрады. Мынаусы тегі жасыл айналып кеткен, жарық жерге шығарсаңыздар, осы варигатныйсын береді қайтадан. Так, мынау өткенде маған емделуге алып келген орхидеяның аман алып қалған түріміз, шіріп кеткен жерінен тамырын тазалап алған болатынбыз. Менің видеом дұрыс болмай өшіп қалды. Қазір қайтадан түсіретін боламын. Нені қостым, камераны. Мынау жаңағы орхидея жайлы айтып отыр едім. Аман алып қалған орхидея болатын. Керамзитке суға салып қойдым. Су азайып қалғанда су құйып қойып жатырмын. Ешқандай витамин ештеңе пайдаланып жатқан жоқпын. Себебі әлі өте нәзік, пайдаланудың қажет жоқ. Мынау светонос дейміз ғой, гүлдің сабағының орны әтейі алған жоқпын. Әлі алсам, бұның өзі стресске түсіріп жібереді. Стресске түсіргенде гүлге ауыр болады. Әлі нәзік болғандықтан мынаны алмай теспей отырмын. Ары-бері қозғалтып та отырған жоқпын. Мына жерден жаңа тамыр шығарып келе жатыр, ауадағы тамыр. Ешқандай қозғалтып жатқан жоқпын. Үстінен су азайып қалған кезде құйып жатырмын. Болды. Бұның жағдайы осындай. Қазір сосын мына жерде филодендрондарды көрсетейін. Сосын мына салафанға салып қойғандарым жайлы айтайын. Антистресс. Мынау филодендрон белый рыцарь деген өткенде кесіп тамырлатуға қойған болатын. Астында видеолары бар. Мынау жаңағы ақ түс варигатность береді, одан кейін жаңағы розовый түс береді, жарық жеткілікті болса. Сол менде розовый түсі берілмегендіктен кесіп жаңадан тамырлатып, кішкене жаңартып жатқан кезім бар. Міне қараңыздар, осылар тамырлапты. Бұлар негізі ауадағы тамырларымен тез тамырлай береді. Өткенде бір рет болсын видеода көрсеттім ау деймін. Міне қараңыздар, тамырлары жақсы, тамырлары шығарған. Бәрінде тамыр бар. Бұлар тамырлап тұр.
бұны енді егуге беруге болады. Бұлардың жағдай жақсы. Ендігі мынау өткенде суда тамырлатып бір сабақтан еккен болатынмын. Одан топыраққа егіп қойдым. Жап-жақсы өсіп тұр. Гүлдері бәрі жақсы. Міне қарасаңыздар, гүлдеп тұр. Өте әдемі болып өсіп тұр. Жайқалып. Бұларды енді жаңағы үлкен горшокқа ауыстыра беруге болады. Үлкен горшок болғанда қатты үлкенге ауыстырмаймыз. Кішкене сәл үлкендеу горшокқа ауыстыра беруге болады. Күн түсетін терезеде тұрып, бұлар күннен қорықпайды. Күн түсетін терезеде жақсы жайқалып өседі. Кейде жапырақтарын жабады, кейде жапырақтарын ашады. Негізі кислица гүлі өте тез өсетін гүлдердің қатарына. Осылай әдемі болып өсіп жатыр. Ендігіде мынау сингоним. Бұл сингонимді өткенде сингоним шоколадты кесіп суға салған болатынмын. Видеоға түсірген болатын астында қай жерінен кесетін. Сөйтіп тамырлағанды көрсеткен болатын. Осындай тамыр шығарған. Бірақ мен жаңағы тереземнің бір бұрышында қалып кетіп, күн жақсы түсетін жерге қалып кетіп, жаңағы ыдысындағы су таусылып қапты. Су таусылып қалғаннан кейін құрғап кеткеннен кейін мына тамыры босап кетіпті. Мына өзі де сусыз қалғандықтан қайтадан су құйып өз-өзіне келтіріп жатырмын. Бәрібір үлкен жапырағы салпиып тұр, бірақ өз-өзіне келеді, жаңа тамыр шығарады. Кішкене уақыт керек. Осындай суда аз құйып, жаңағы ішіне түсіп кетпесін деп аз құйғанның күн түсетін терезем бір бұрышында қалып кеткеннің кесірінен, қателігімнен суы азайып кеткен. Яғни су азайғаннан бөлек жоқ болып кеткен. Бір ыдысқа су құйып қойсаңыздар, біраз күннен кейін жоқ болып кетеді. Осы сияқты үстінен суын толтырып отыру керек, кішкене құйып. Мына жақта менде сингонимнің жасыл түрі. Қараңыздар, мынау эпипремнің сингонимнің жасыл түрі жақсы тамырлаған. Тамырлары жақсы. Мына жерде бәрін общий алып көрсетпесем, бәрі бірін-біріне тамырларымен айланып жатыр. Сингонимнің қараңыздар, байқасаңыздар, тамырлары жақсы. Сингонимдардың тамырлары қаралауда болып келе береді. Онда тұрған ештеңе жоқ, шіріп жатыр деп ойламаңыздар. Мына жерде ақ тамыр да шығып бастап жатыр. Осындай болады. Тамырлап тұр. Бұлардың да жағдайлары жаман емес. Енді жаңағы екі отросткам стресске түсіп тұр. Соларға антистресс пайдалануым керек болып тұр. Себебі жағдайлары кішкене қатты қиын деп те айта алмаймын. Себебі мынау тамыры бар. Ең главный тамыры бар болса, міне қараңыздар. Кейде осындай гүлдер жаздың күні тамырлатқан гүлдерде көбіне менде осындай болады. Күзде, көктемде тамырлатсам бұндай болмайды. Жаздың күні міне осындай күн ыстық, гүлге ауыр. Қараңыздар. Графтофильм гүлі өткенде видеоға түсірген болатын, кескенімді. Тамыры бар, жақсы, тамырлаған. Мін қаралау жері көрсетейін. Тамырлар жақсы, тамырлаған, бірақ өзі жапырағы солпиып осындай стресске түсіп тұр. Сосын жаңағы қазір не істейтінімді айтам. Мынау севдорентерн гүлін атроскаға салған болатын, кесіп. Бұның да астында видеосы бар. Осының да стресске түсіп тұр. Бірақ тамырлаған. Қазір көрсетем. Мына қараңыздар. Тамыры жақсы. Тамырын көрсетейін. Тамырлаған. Міне. Қаралау жер көрсетейінші. Тамырлаған. Тамыры жақсы да, бірақ өзі мынандай халде тұр. Неліктен бұндай халде тұр? Енді не істейміз? Соны айта кетейін. Мына неліктен болғанда күн ыстықта тамырлатқаның осы жаман стресске түсіп тұр. Яғни күн ыстық қазіргі уақытта гүлдерге ауыр. Сондықтан болып тұр. Одан кейін қазір мен салафанға салып, бұларды қазір дұрыстап алатын боламын. Бұйыртса келесі видеода жағдайын көрсетемін. Себебі қазір біраз күнге маған салафанға салу керек болады. Мынау антистрессті пайдаланамын бірінші. Антистресс бұл жаңағы гүлдің
стресске түсіп қалған гүлдерді өз-өзіне келтіруге жақсы. Менде дайын күйінде сатып аламын да, осындай дайын күнде пайдалана берем. Бұл болмаса, негізі көп жерде кездесе бермейді. Бұл болмаса эпин шашасыздар мынаған. Сөйтіп циркон шашсаңыздар да болады. Сөйтіп шашып, мынау салафан бар ғой, мына салафанның ішіне салып байлап қоясыздар. Мына салафан кішкене өз-өзіне келуіне жақсы болады. Сосын мына салафан үшін міндетті түрде дымқыл ұстайсыздар. Мына су кәдімгі, әшін су. Гүлдерге де шашасыздар, салафанның ішіне де шашасыздар. Ішіне дымқыл ұстасаңыздар, іші кішкене, қалай айтсам болады, жақсы влажность болып тұрады да, ішінде ауа дымқылдығы, циркуляциясы жақсы болып тұрады да, гүлдер өз-өзіне келуіне өте жақсы. Тез жинап алады естерін. Стресстен шығуына өте жақсы. Міне, аузынан тесік қалдырмай жауып қоямын да, бірақ осы бойда алып қалдырып кетпеймін. Бір мезгіл күніге ашып қарап тұрам, ашып қарап суын шашып тұрамын. Сосын мынау пайдаланған кезде салафан, мынандай көк салафан, жасыл салафан, фиолетовый салафан пайдаланудың қажет жоқ. Себебі мынау прозрачный болғандықтан гүлге жарық түседі. Жарық түскен гүлдерге өте әсері жақсы, сондықтан мынандай прозрачный пайдалануға кеңес берем. Мыналардан кішкене болсын жарықты ұстап қалады. Көрінбейтін пакеттерді гүлі бар сыртында сондай пайдаланбауға кеңес берем. Одан кейін, егерде осындай салафанға салып, буып-түйіп, енді терезем алдында тұрған ыңғайсыз, қош деп сөйтетін болсаңыздар, енді кейбіреулер бар ғой, енді осылай болса, мынандай, торттың ыдысы кәдімгі, астына бір ыдыс пайдаланып, үстіне бір торттың ыдысын жасасаңыздар, парник ретінде болады. Болмаса, осылай любой торттың ыдысын жерге, терезеңіздің алдына қойып, жарық жерге осылай бетін жауып қойсаңыздар, мынау жарық жақсы түсіреді да, прозрачный ғой, іші көрінеді, жарық жақсы түседі да, гүлге жақсы өсуіне жақсы. Мынандай прозрачный емес нәрсені жауып қойып, тепличка жасамаңыздар. Сол осыны пайдалансаңыздар болады. Біраз күнде алда екеуінің жағдайын көрсете жатармын тағы да, бірақ менде бұндай жағдай бұрындарда болған, қайталанып жатыр. Осы екі гүлім стресске бұрындарда түскен болатын. Ондай жағдайда мен салафанмен осындай пайдаланып жүретін. Негізі кескен кезде сразу осындай пайдалансаңыздар да бұндай стресске түспейді. Олай да болады негізі. Осылай бальзамный гүлдерді, біраз гүлдерді мен атрусканы тамырлатқанымды егетін боламын. Алда видеоға түсіремін. Бәрін көремін десеңіздер, алда жаңағы парақшама жазылып, подписацияны басып қойсаңыздар, сосын қоңыраушаны басып қойсаңыздар, видеоларым шыққан сіздерге белгілі болады. Сосын жаңадан шыққан видеоларымды көре аласыздар. Сол сұрақтарыңыз болса, жаңағы комментарияға жазып өтіңіздер. Тамырлағандарын көрсетемін. Жақсы, сау болыңыздар.